Ернан Нұрболатұлы 2013 жылдан бері ішкі істер органдарында қызмет атқарып келемін. 2010-2011 жылы аралығында Алматы облысы Қапшағай қаласы әуе-десанттық әскерінде отандық борышымды өтеп келдім. Қазіргі уақытта Атырау қаласы полиция басқармасы патрульдік полиция батальонында қызмет инспекторы лауазымында қызмет атқарамын. Ел тыныштығын сақтап, антыма адал болу менің азаматтық борышым. Мен Базикевич Аслан Ерғұлы ішкі істер органында 8 жылдан бері қызмет атқарып келемін. 2010-2011 жылдар аралығында Қостанай қаласы ішкі әскери бөлімінде отан алдындағы борышымды өтедім. Қазіргі уақытта Атырау қаласы полиция басқармасында жедел криминалистика бөлімінде қызмет атқарамын. Ел болашағы үшін еселі еңбек етіп, зор жетістіктерге жету жолында аянбай қызмет қылып, еліміздің абыройы мен беделін арта беруіне лайықты қызмет ету менің отан алдында борышым. Ақбалиев Азамат 2017 жылы әскери борышын өтеп келген соң ішкі істер органдарына бірден орналастым. Біздің тәуелсіздігіміз бен тұтастығымызды, тыныштығымыз бен бейбіт тірлігімізді қас қақпай, күзетіп халқымызға қорған болып, ұлт азаматтарының айбындары арта берсін деген тілек білдіремін. Азамат Надиров 2007 жылы ішкі істер органдарына жұмысқа орналастым. Қоғамдық тыныштық пенен тәртіпті сақталуына тәртіп сақшылар қызметінің жауапкершілігін аса зор деп есептеймін. Сол үшін мен отан алдында борышын өтеп келгеннен соң бірден полиция қызметін таңдадым. 3 мамыр Қазақстан Республикасының отан қорғаушы күні. Бұл тәуелсіздік еліміздің өзіндік қорғаныс қабілеттігі бар екендігін білдіретін мереке. Ендеше Атырау облысы полиция департаментінің қызметкерлері егеменді еліміздің отын сөндірмей, қорғаныс жүйемізді бекем ұстап келе жатқан барлық Қазақстан азаматтарының төл мерекесімен құттықтайды. Мереке құтты болсын!